Қазақстан Республикасының салық кодексінің жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі қаулыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 93 депутат, дауыс бермеген 1 депутат, жақтағандар 76 депутат, қарсы 7 депутат, қалыс қалған 9 депутат. Сонымен шешім қабылданды. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі қаулыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 94 депутат, жақтағандар 77 депутат, қарсы 7 депутат, қалыс қалған 10 депутат. Шешім қабылданды.